Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге самсаның ең оңай жолын көрсететін боламын. Негізі мен өз каналымда көбінесе барлық рецепттерді барынша оңай жолын және қолжетімді жолын салып жүрмін. Сондықтан менің каналыма подписация батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Тек бұл ғана емес, алдағы уақытта да керемет қолжетімді оңай рецепттерді бөлісіп отырамын және сәтті рецепттермен ғана бөлісемін. Бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Ең алдымен самсаның қамырын дайындап қоямыз. Бірінші бір пиала, яғни шай кесте салқын суымызды, бір жұмыртқамызды және бір шай қас тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз және де ұнымызды салып, қамырымызды қатты етіп билеп аламыз. Қамырымызды жақсылап жылтыр болғанға дейін елеп, тұндырып қоямыз. Қамырымыз тұнып, әдемі болса, бізге жайылу өте оңай болады. Енді қамырымызды жаямыз. Қатты жұқаның да керегі жоқ, қатты қалыңды да керегі жоқ. Орташа қалыңдықта қамырымызды жайып аламыз. Негізі самсаның қамырының дәмді болуы негізі арасына қосатын майына байланысты, яғни әркім әрқалай май қосады. Менің видеода көріп тұрған майларымыз қолдан жасалған сары майды күйдіріп, яғни гүлгей май деп айтады ғой бізде, гүлгей май деп. Сол майды пайдаланып жатырмын, ертіп алып. Ал сіздер 82%-дан жоғары кез келген сары майды немесе осындай гүлгей майды қолдансаңыздар болады. Негізі гүлгей майды қолдансаңыздар өте пайдалы. Және де қойдың құйрық майын да ертіп осылай пайдалансаңыздар болады. Егер де қойдың құйрық майын пайдаланатын болсаңыздар, жалғыз өзін емес, кішкене еріген соң 1-2 ас қасықтай сұйық майды қосуларыңыз керек. Себебі тек қана қойдың майын ертіп, және құйрық майды ертіп жағатын болсаңыздар, тоңып, жайылуы өте қиын болады. Ал енді қамырымызды орап, видеодағыдай көрсеңіздер болады, солай орап, тоңазытқышқа ішіндегі майы қатқанша тоңазытқышқа 30-40 минутқа қойып қоямыз. Дәл осылай сіздер бір апта алдын жасап қойсаңыздар болады. Тоңазытқыштан шығарып, кеш келген уақытта пісіріп жей бересіздер. Ал енді самсамыздың салмасын дайындайық. Ең бірінші картопты ұсақтап 4-5 етіп турап аламыз және де пиязды турап аламыз. Пиязды мен барынша көбірек қосуға тырысамын, себебі сулы, дәмді болып, әдемі болып шығады. Және де өзіңізде бар фаршыңызды салып, кез келген еттің фаршы болады. Сиыр етінің, жылқы етінің, қой етінің деген сияқты. Кез келген фаршты салып, дәміне қарай тұзыңызды және бұршыңызды салып, араластырып дайындап аласыз. Видеода жасалып жатқан самсаның нақты рецептін астындағы описание бөлігіне нақтылап қалдыратын боламын. Ал енді біздің самсамыздың қамыры қатып дайын болды. Енді барлығын бір келкі бірдей көлемге келтіріп кесіп аламыз және домалақтап қатпарын бұзбай жайып алатын боламыз. Байқап тұрсаңыздар, видеода қолыммен кесілген шетінен үстінен бір бастым, яғни сонда қатпары бұзылмай, қазір самсамыздың түйілгенде беткі бөлігінде қатпарлары сызық-сызық әдемі көрінетін болады. Мен видеода самсаның түйу жолын 2 әдісін көрсеттім. Бірінші барлығымызға белгілі үшбұрышты түйу әдісі өте оңай және тез дайын болады. Екінші самсаның өру әдісі. Видеода көрсеңіздер, қалай өру керектігін түсінуге болады.
Самсамыздың барлығын түйіп алдық. Енді беті жылтыр әдемі болып пісу үшін, сары қызғылт әдемі болып пісу үшін жұмыртқаның сарысын жағамыз және де күнжітпен мақта араластырып сепсеңіздер, піскен кезде әдемі көрінеді. Дайын болған самсамызды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуспен 200 градус аралығында 40-50 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне самсамыз пісіп шықты. Көрінісінің өзі өте әдемі, ал қамыры слоеный қатпарлы қабат дейміз ғой, дәл сондай қатпарлы қабат, ал жасалу жолы өте оңай және қолжетімді. Менімен болғаныңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.